Жүйені прокторинг арқылы тестілеуінен өту ережелерімен танысып шығайық. Маңыздысы, бетіңізді тура бағытта орналасуы қажет, яғни бас пен беттің дұрыс орналасуы. Сіз мысалдағыдай отыруыңыз керек. Тестілеу барысында қиындықтардың болмауы үшін басыңызды тік ұстаңыз, камераға қарап отырыңыз. Бетіңіз толық көрініп тұруы қажет. Төмендегі суретте көрсетілгендей, қазір сізге қалай отыруға болмайтынын көрсетемін. Тестілеуді сәтті тапсыру үшін келесі қателіктерден аулақ болыңыз. Басыңызды екі жаққа бұрмаңыз. Басыңызды төмен түсірмеңіз. Камера бұрышта емес, дәл сіздің алдыңызда орналасуы қажет. Бетіңізді қолыңызбен жаппаңыз. Маска немесе күннен қорғайтын көзілдірік кимеңіз. Қолыңызға сүйенбеңіз. Смартфондар мен басқа көмекші материалдар мен гаджеттерді пайдаланбаңыз. Бет камераның объективін толығымен түсетініне көз жеткізіңіз. Сондай-ақ жарық жақсы түскен орында отырғаныңызға көз жеткізіңіз. Терезеге немесе жарық көзіне арқамен отырмаңыз. Себебі бұл бетіңізге көлеңке түсіреді. Тестілеудің өзіңіз жеке тапсырыңыз. Басыңызды жан-жаққа бұрмаңыз. Тестілеу кезінде адамдардың көмегіне қолданбаңыз. Прокторинг жүйесімен қорытынды тестілеу тапсыру қағидалары. Тестілеу кезінде жұмыс орнынан кетпеңіз. Жылдам пернелерді пайдаланбаңыз. Тестілеу кезінде камера мен микрофонды өшірмеңіз. Басыңызды екі жаққа бұрмаңыз. Басқа шолғыш терезелеріне өтпеңіз. Бөлмеде тыныш болыңыз. Сізге ешкім кедергі жасамайтынына көз жеткізіңіз. Тестілеу кезінде екінші мониторды немесе басқа қосылғыларды қоспаңыз. Тестілеуді көмексіз тапсырыңыз. Басқа бағдарламаларға өтпеңіз. Браузерді кішірейтпеңіз. Браузердің масштабын өзгертпеңіз. Компьютерді қашықтан басқару бағдарламаларын пайдаланбаңыз. AnyDesk, TeamViewer және де басқа қашықтан қолданылатын бағдарламаларды пайдаланбаңыз. Бұл ереже бұзушылық деп тіркеледі. Барлық ереже бұзушылықтар тестілеу аяқталғаннан кейін есепте тіркеледі. Тестілеуді сәтті тапсыру үшін ережелерді сақтауыңызды сұраймыз. Барлықтарыңызға сәттілік.